Менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркелмесеңіздер тіркеліп кетіңіздер. Бүгін үй жағдайында чөбірекке жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті су, тұз, дрожж и сұйық май. Осылардың барлығын жақсылап араластырып қамыр илейміз. Қамырымыз не қатты, немесе қатты жұмсақ болып қалмау керек, орташа болу керек. Қамырымызды жақсылап илеп, 40 минутқа немесе 1 сағат қойып қоямыз. Суымыз жылы болу керек. Егер мұздай су болса, қамырымыздан ашмай қалуы мүмкін. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Мұны осылай біркелкі болғанша араластырамыз. Осындай қамыр болып шықты. Мына қараңыздар, осындай болды. Енді 40-50 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз ішіне салатын пиязымызды жақсылап майдалап турап аламыз. Осылай пиязымызды майдалап турап алдық. Фаршымызға майдалап еттерімізді майдалап тураймыз. Осындай фарш қыламыз. Фаршымызды, қарабұрышымызды салып, тұзымызды жақсылап араластырамыз. Осылай езілу керек кішкене. Осындай болды. Қамырымыз осындай болып ашты. Осылай қамырымызды енді майдалап бөліктер бөлеміз. Сөйтіп ішіне салмасын салып дайындай бастаймыз. Тура пирожки сияқты қылып істедім. Сіздер де сөйтіп істесеңіздер болады, немесе қалауларыңызға қарай әртүрлі қылып істесе болады. Осылай бөліктер бөлінді. Мына қамырымыздың бәрін осылай жайып аламыз. Қамырымыздың бәрін осылай жайып алып, оқтаумен ішіне осындай фарштарын саламыз. Пияз қосылған. Егер қатты құрғақ болып барса, сәл сұйық май көшірсеңіздер болады. Қараңыздар, осындай. Мен вилканың көмегімен істедім. Мынандай келесінде тура сөйтіп істедік. Істеп жасап көріңіздер. Ішіндегі ет піспей қалады деп ойламаңыздар, еті піседі. Жай бай отта пісірсеңіздер пісіп шығады.